Өнерге келудің жолы өте оңай емес еді. Келгеннен кейін онда қалу да оңай емес. Орыс актерлар айтады, өнерге келуде ерлік, кетуде ерлік. Кетуге ерлігі жетпей жүргендер қазіргі өнерде, театр өнерінде көп. Қырғызстанды қайда, біздің Қазақстанда өте көп. Кетуге ерліктері жоқ. И театрдың ішінде баллас болып жүргендер өте көп. Мен оларды көріп қатты қапа боламын. Не даст соврать, мен досым Тасболат деген. Қатты қапа боламын. Кете салмай ма? А они чем занимаются? Ақыр жолы болмайды. Рөл алмайды. Рөл алсын жаман ойнайды, айғайлайды. Өйтіп ішек сосын құриды. Қыздар өсек айтады. Әйелдер анағы режиссермен жүріп қойды, сосын главный рөл берді деп айтады. Анау актерға берсе, ой, ол анау туысқаны ғой, біздің қазақтар ғой. Сендер де бөлесің ғой. Өлдік, таластық деп бөлесің ғой. Бізде сол, анау Южанға, анау Южанға орталып жатыр, анау кішісіз ғой, соған рөлдері бар. Вот такое иногда бывает. Ән айта алмайтын адамға ақан серіні береді бізде. Берген кездері. Осының бәрі мен неге айтып тұрмын? Өнерге деген көзқарастың кейде біздің қазақ басшылықпен онша жақсы еместігінде. Заманауи деген не деген сөз? Театрдың жағы. Шамамен 80-ші жылдарға дейін барлық театрлар, біздің театр әсіресе романтикалық, героикалық, сондай болды. 80-ші жылдан кейін болды психологиялық, философияға көше бастады. Соны баяғы романтикалық, ертегіге сахнадан бөліп атқан уақиғаны ғана күтетін көрермен үшін жұмыс істеді. Мы работали для сюжета. Этот сюжет можно прочитать, взять книгу и прочитать дома. Вот она пришла, поэтому я на русский перехожу. Вы по-казахски немножко уже калякаете, но тем не менее. Так. Я начал выступать в театре. Выступать в каком смысле? Ну что это такое? Такое же было. Потому что я увидел Смоктуновского же в Малом театре. Я уже рассказал для вас, как я увидел Смоктуновского в роли царя Федора Ивановича. Это для меня переломный момент. Я говорю, почему, если он батыр должен орать? А если он начнет, как мы привыкли говорить, отрицательный герой, Ходар, вот, Бекежан, почему он должен быть плохим? А чего он плохой? Почему мы об этом не думаем? Кейн кезде біздің қазақтардың арасында, қыздардың арасында вот такой разговор идет. Ой, говорим, что-то говорим, Бекежан плохой, говорим, что Толега классный человек, классный парень, красивый. Ой, оказывается, Бекежан тоже хороший парень. Он так ебал, не думает. То есть он человек обыкновенный, но почему он стал таким, мы на это иногда в те годы не обращали внимания. Все, уже прототип, все, он такой плохой. И театры стали как-то уходить дальше сюжета. Понимаете, уже театры стали понимать, что они не вторичные. Они